Қалайсыздар достар? Келесі аудитория бізде Instagram аудиториясы. Осы Instagram аудиториясын бізге ашу үшін, то есть создать ету үшін бізге міндетті түрде Instagram аккаунт, Facebook бизнес страницасымен тіркелген болу керек. Енді создать аудитория басамыз. Одан кейін пользовательская аудиторияны, одан кейін мына жерде аккаунт Instagram деген таңдаймыз. Далее. Енді осы жерде біз Instagram'ымызды таңдауымыз керек. Мысалға, бір Instagram таңдадық, и одан кейін мына жерде событие бар. Бізде негізінен 4 түрлі событие бар. Мына жерде біздің Instagram'ға бүкіл кірген адамдар, одан кейін біздің любой публикация немесе рекламаға әрекет қалдырғандар, ол қандай әрекеттер, лайк басқандар, комментарий жазғандар, сақтап алғандар, одан кейін мысалға рекламада бір кольцо галерея екінші видеоны немесе баннерді көргендер, одан кейін подробный кнопкасын басқандар немесе біздің постпен рекламамен бөліскендер, солар адамдардың барлығына реклама көрсетуге болады. Одан кейін екіншісі мына жерде үшіншісі, то есть мына жерде бізде дайректке сообщение жіберген адамдар. Төртіншісі бұл біздің публикацияны немесе жарнаманы сақтап алғандар. Яғни отдельно. Ананың ішіне барлығы кетеді. Енді қараңыздар, мына жерде ең біріншісі бұл осы аудиториялардың барлығы, то есть осы әрекеттер жасағандар барлығы мына жерге істесек болады. Дайректке жазған адамдар аз болуы мүмкін, бірақ ең жылы, ең горячий аудитория осы. Біздер барлығын таңдаймыз и удержание. Мына жерде біздің жаңағыдай аккаунтқа кірген, жаңа лайк басқан, реклама өткен, дайректке жазған бүкіл 365 күн ішінде жазған адамдардың барлығын жинап береді. Біз желательно мысалы 90 күн алсақ болады. Бұл жерде қанша күн екенін өзіңіз белгілейсіз. 90 күн деп аламыз и одан кейін название аудитория қоямыз. Мысалға Instagram все и 90 күн жазып қояйын. И создать аудиторию басамыз. Бұл аудитория бір 2-3 сағаттан кейін дайын болады. Содан кейін барып уже рекламаға қолдансақ болады. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыз.